жердің бөбегіміз, туған жердің өлеңіміз. Өмірге еркелеп, көңілді өлкезе, қараймыз келер күнге туған ел. Қайда жүрсем сені аңсай берем, жолымыз туранын ұрқиямен, өзіңді жырлаймыз туған ел. Қайда жүрсем сені аңсай берем, жолымыз туранын ұрқиямен, өзіңді жырлаймыз туған ел. Біз бақыттың тілегіміз, біз бақыттың жүрегіміз, гүлдей боп жайнаймыз, бұлбұл боп сайраймыз, өлкенің бұлағындай ойнаймыз. Қайда жүрсем сені аңсай берем, жолымыз туранын ұрқиямен, өзіңді жырлаймыз туған ел. Туған елге тағзым өлкетану экспедициясы кең байтақ даламыздың шежіресін тануға арналған үлкен жоба. Өзен, көл, теңіз, тау мен ойпат, жерасты мешіттері сияқты табиғат өзі тудырған әсем жерлерге қадам басып, ата-бабамыздан қалған асыл мұра қасиеті туралы ойланамыз. Әрбір өлке өзіндік тарихи және табиғи ерекшеліктеріне ие. Соларды зерттеп, олар туралы сыни ойлап, белгілі бір сұрақтар көлемінде іздеулер жүргіземіз, жазамыз, қорытындылаймыз. Барған өлкелердегі өнеркәсіптермен байланыса отыра жаңа жобалар тудырамыз. Осындай мүмкіндік беріп, елім мен жерімнің тарихи жерлерін зерттеуге арналған жобаларды жыл сайын асыға күтеміз. Біз отанның ұланымыз, біз отанның қоранымыз, өмірге еркелеп, көңілді өлкеде, қараймыз келер күнге туған ел. Мына аялдаманы жоба ретінде жасалып, біздің Шымкент қаласының эстетикалық көрінісін, сын сипатын дамытуға арналған. Біздің жобамыздың тақырыбы бесіне балмұздақ дайындау бизнес жобасы. Мен өзімнің жобамда геотермальды жүйелердің өзімнің аймағында, яғни Павлодар облысында олардың қолданысын қарастырдым. Өзім көрмеген Маңғыстаудың теңізбен ұштасқан жерлерін көзбен көру өте үлкен жүрек толғандыратындай сезім қалдырды. Туған елге тағзым экспедиция аясында қамқор әлеуметтік жобасын қорғап шықтық. Жобаның негізгі мақсаты ол айналайын балалар үйіндегі тәрбиеленушілерді ағылшын тіліне үйрету. Қайда жүрсем сені аңсай берем,